Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен Сако Кейс танысы. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге артты қалай жасайтын айтатын боламын. Мен өткен видеомның комментарийіне келесі қандай видео болсын деп жазған болатын, сонда комбо кейзеттен арт қалай жасаймыз деп жаздым. Енді бүгін соны үйрететін боламын. Ол үшін бізге екі программа керек: Краска Медиабанк және PicsArt. Негізі көбісі мультифотоны арт деп біледі. Ол бүгінгі видеода мен сіздерге мультифото жасауды да және де арт жасауды үйрететін боламын. Ең бірінші PicsArtқа кіріп кетейік. Мен сіздерге қалай жасау керек екенін үйрететін боламын, яғни артты. Ол үшін PicsArtқа кіресіз және де өзіңізге қажетті фотоны аласыз. Яғни мен қазір қандай фото аламын өзіме. Так, мысалға қазір мен дейтін мұнда даярлы картина. Мысалға алатын болсақ, так, мына бір фотоны алайық. Осы бір фотоға артты қалай жасаймын. Мұнда рекламалар шығар, егер интернет сөндіріп қоймасаңыздар. Жайт бізде сөндіріп қойсайық интернетімізді. Мінекей бізде пайда болды. Яғни енді кіргеннен кейін осы жерде эффекті деген болады. Эффектіді басамыз. Эффектіді басқаннан кейін елде арт деген болады. Арттың ішінде неше түрлі арттар бар. Өзіңіз қалағанын орнатып алуыңызға болады. Мысалы, бұны орнатқан күннің өзінде әртүрлі мысалға настройкасын дұрыстап алуыңызға да болады. Бұлар жасау үшін, көбісін жасау үшін интернет керек сияқты достар. Мінекей қараңыздар, мысалы кейбіреулеріне интернет қажет емес екен. Мінекей мысалы осыны қалай жасаймын, мысалы реттеуіңізге болады, қалай қылып аласыз, және де осылай барлық жерін келтіріп алуға болады. Осы жерде настройкалар бар. Мінекей мейлі басасыз, яғни мейлі 3 сызықша тұр, соны басасыз. Содан неден реттеп аласыз, яғни қандай қылып аласыз өзіңіз білесіз. Достар, мен сіздерге енді PicsArtпен қалай жасау керек екенін үйреттім. Мұнда әртүрлі эффектілер бар, осыларды қолданып арт жасауыңызға болады. Енді мен сіздерге мультифотоны қалай жасайтынын үйретіп кетейін. Мультифотоны жасау үшін Медиабанк, Краска Медиабанк деген программа керек. Енді бұны қалай жасайды десеңіз, мына жерден кіреміз, кіргеннен кейін мейлі новый хост деген болады. Новый хост жоқ достар, кешірім, мен өзім ұмытып қалыппын, осы программаны жаңағы жазып алдым. Мына жерден сохранить локалныйға кіреміз, мейлі создать деген болады, осыны создать дегенді басамыз. Осы жерде тұра берсін, окейді басамыз. Окейді басқаннан кейін мінекей бұлардың бәрін. Достар, мінекей. Ал енді достар, сіздерге мен сізге Медиабанкпен қалай мультифото жасайды соны үйретіп кетейін. Ол үшін бізге Медиабанк программасы қажет. Енді кіреміз, кіргеннен кейін сохранить локально деген болады. Соған басамыз, и үстінде плюс белгісі тұрады, соны басамыз. Басқаннан кейін импорт пенди JPG дегенді басамыз, яғни өзіміздің фотомызды таңдау үшін. И галереяға кіреміз, өзімізге қажетті фотоны таңдап аламыз. Неғұрлым оңай болса, соғұрлым оңай болады арт жасау. Мысалға, мына бір фотоны алайық. Алғаннан кейін сіздерде кішкене загрузка жүреді. Достар, енді сізде жаңағыдай фотоны салғаннан осындай меню пайда болады. И және де кіресіз. Кіргеннен кейін осы кезден осылай үлкейтуіңізге болады. Және де мына кезден қарындаштың размерін 11 қылып алыңыз. Және де слой ашуды ұмытпаңыз. Мерден слой ашасыз, слой цвета, және де сол слойды таңдап қоясыз. Және де басқаннан кейін мына кезде размерін таңдап алуыңыз керек, яғни мынасын басасыз, яғни елде 1px деп тұр, соны басасызда сүйек өтесеңіз үлкейеді, астыға түсірсеңіз кішірейеді. Негізі бұған бізге мультифото жасау үшін 12, 13, 11 шрифттер нормально. Және де жақындатып алып осылай бүкіл керекті жерлерін бояп шығасыздар. Енді маған қазір қатты дұрыстап бояй алмаймын, себебі қатты суретші емеспін. Өздеріңіз осылай барлық жерін бояп шығуларыңыз керек. Мінекей достар, мен барлық жерін бояп шығып жатырмын. Мінекей басынан бояп шықтым. Жалпы сізге барлық жердің керекті жерлерін бояп алуларыңыз қажет. Мен де асыққандықтан, сіздерге тез видео түсіргендіктен тез бояп жатырмын. Яғни мән беріп жатқан жоқпын. Жүзіме қисықта ондай қателіктеріме ренжімеңіздер.
эгер де осындай сызыктар болуп кетсе, өчүргүңүз келип отурмаса, мына жерде артка жана алдыга деген бар. Артка бассаңыз, ол жанагы жазган сызыгыңыз өчүп калат достор. Достор, эми мен мурунун катты сала албайм, сондуктан да мен мультифото көп жасамайм. Жалпы мурунун салуу өтө кыйын маган. Энди онун мурунун калай жасоо керек экенин билбеймин. Сондуктан да ренжимеңиздер. Эгерде мурунда дурус болмой калып жатса. Мінекей достар, мен жазып болдум, яғни бүкіл жерін боядым керекті деген. Енді дұрыс шықпаса да ренжімеңдер, болмасаң да ұқсатпақ дейді. Барлығын нормально жасауға тырыстым. Енді не істейміз, ары қарай бізге бояу керек. Сіз өзіңізге керекті барлық жерлерден бояп алуыңыз қажет, яғни сызып. Енді слойға басамыз. Слойды басамызда мынау, яғни біздің слой 1-ді көзді басып ағытып тастаймыз. Сол кезде бізде мінекей мультифотомыздың пішіні шыға келеді. Енді осыларды бояу керекпіз. Бояу үшін қалай бояймыз? Достар, енді бұл бояу үшін үстінде мінекей заливка тұрады, яғни краска ожауда ағып тұрған сияқты. Осыны басамыз, және де мына кезден өзіңіз цветін таңдап аласыз. Терге, мысалы, мына жерден сарыға апарасыз, мына елден мынаны кішкене ашасыз, ашып, яғни бір терінің формасын жасап алуға болады. Мінекей мысалы, мынандай қылып ала берейін мен. Беттің бүкіл жеріне жабыстырамыз, яғни выбор невидимый слой дейді, яғни мінекей екінші слой таңдауым керек, өйткені невидимый слой деп тұр, яғни екінші слой таңдап бірақ бояй аламын. Басамыз, яғни біздің бетіміз боялды мінекей. Және де мынандай еріндеріңіз шығып қалуы мүмкін, яғни ол сіздің еріндердің үстіне сразу басып қалғаныңыз. Бұны бүйтіп үстінен басып жүресіз, ол кезде қайтадан қара қалыпқа келеді, қарамен бояп жүресіз. Енді ерінді әрине қызыл қылып аламыз, қатты қызыл қылмай қояйық, кішкене ақырын қызыл қылып алайық. Мысалы осындай қылып қабақтарын қара қылып аламыз, әрине мысалы осындай қылып қара қылып, көздерін қара шығында қара қылып аламыз. Достар, мен бетін қап-қара қылып жүрмін. Мінекей қара қылып аламыз, әр жағы аққа бояп тастаймын, себебі негізі мынау ақ слойда тұр ғой, осылай тұра берсін, яғни ақ слойда тұрған. Мейлі достар, мен шашын дұрыс алған жоқпын, өйткені басы толық түсіп тұрған жоқ, сондықтан да шашын істеу қиын болады. Мен асыққандықтан әдейі осылай істей салдым. Вот осылай басамыз. Болды достар, мінекей мен үстіндегі киімді бояған кезде де қалай толықтай қалай жасайтын толықтай мультифото шығушы еді. Мен үстін жасаған жоқпын, енді оны бүйте саламыз, яғни сыртын көкон. Мінекей достар, бүгінгі осындай видео болды. Мен сіздерге мультифото жасауды және де арт жасауды үйреттім. Енді бұны қалай сақтаймыз фотоны? Сақтау үшін менде сейф деген болады. Сейфті басамыз, сохранение деген меню пайда болады. Сохранение выполнен дейді. Енді бұл достар толықтай сохранить етілген жоқ әлі. Сіздерге айтып қояйын. Мына жерде экспорт PNG JPEG деген бар. Осыған басамыз. Басқаннан кейін разрешитті басамыз. PNG дегеніміз ол PNG форматта алады. JPEG таңдаңыз. JPEG бұл яғни кәдімгі фото сияқты алады. Галереямен болды, мінекей сіздің фотоңыз сохранить етілді. Енді галереяға кіріп біздің фотомызды қарайық. Мінекей галереяға кірем, мінекей менің фотом пайда болды. Нелде альбомыға кіресіз, және де мына кезде мінекей Медиабанк пайдпен біздің мультифотомыз дайын болды. Достар, сіздермен болған Сакукейстан Насарына тіркел, видеоға лайк бас, қош, сау болыңыздар достар.